Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен балдардағы желшешек ауруы, көпке таңылған ветрянка деп айтылатын ауру, оның белгілері, емделуі және алдын алу туралы айтатын боламыз. Каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Балалардағы желшешек ауруы кең таралған құбылыс. Көптеген ата-аналар оған қалыпты қарайды. Бала бір апта бойы жасыл дәрімен зеленкі жағылады және одан кейін сауығып кетеді. Алайда ауруға мұндай қалыпты көзқарас дұрыс емес. Балалардағы желшешек ауруы инфекциялық процесс және ол өте жұқпалы. Желшешек ауруының негізін, оның қандай белгілері бар, ол қалай көрініс береді, асқынуларын болдырмау үшін ауырған баланы қалай күту керек екенін анықтау керек. Желшешек ауруы қалай тарайды? Бұл ауру өте жұқпалы. Ол денеге везикулалық бөртпелер туындатады, ал ауру адамнан ауаға тамшылармен оңай тарайды. Желшешек ауруының инкубациялық кезеңі 7-ден 20 күнге дейін созылады. Бала бөртпе пайда болғаннан кейін 2 күн бұрын және бөртпе пайда болғаннан кейін 7 күн ішінде жұқпалы болады. Жұқтыру үшін жақын жерде тұрған адамға түшкіру және жөтелудің қажеті жоқ. Варикелланы туындыратын варикелла зостер вирусы ауада тіпті 20 метр қашықтықта да жақсы қозғалады. Бұл вирус герпетикалық инфекция сыртқы ортада тұрақты емес, сондықтан жұқтыру ошағын қорытынды дезинфекциялаудың мағынасы жоқ. Алайда балалар мекемеден суық тию кезінде олар карантин жариялайды және басқа балалар топқа қабылданбайды. Медицина қызметкерлері аурудың жаңа жағдайын жіберіп алмау үшін күнделікті байланыста болған адамды бақылап отыру қажет. Ауру баланы міндетті түрде оқшаулау керек. Аурудың барлық кезеңде ол үйде болады. Бастапқы желшешектен кейін иммунитет стерилді емес, вирус денеде өмір бойы сақталады. Қорғаныс әлсіреген кезде немесе басқа аурудың аясында инфекция өршуі мүмкін. Бірақ ауру зостер герпесі түрінде болады. Желшешектің симптомдары және өзіндік белгілері. Аурудың басталуы басқа жұқпалы процеске ұқсас. Келесі белгілер байқалады. Қалтырау, температураның жоғарылауы 38-39 градусқа көтерілу, бас ауру, әлсіздік, жүрек айнуы, кейде құсу болады, тәбеттің болмауы, терінің қышуы, дененің әртүрлі бөліктерінде бөртпелердің пайда болуы. Балалардағы бөртпе дене температурасы көтерілген кезде пайда болады. Бастапқыда теріде кішкентай қызыл дақтар пайда болады. Олар тез мөлдір затпен толықтырылған көпіршікке айналады. 1-2 күннен кейін көпіршіктер жарылып, құрғақ қыртыстармен жабылады. Бөртпе 5 күнге дейін өседі. Одан кейін өсу қарқындылығы төмендейді. Бөртпелер із қалдырмай жоғалады. Теріде іздер болмайды. Ерекшелік, егер бала бөрткен жерді қасетін болса, қайталама инфекция қосылады және теріде тыртықтар қалуы мүмкін. Ең маңыздысы, бөртпелердің басқа түрлерінен ажырату өте оңай. Желшешек ауруы кезінде бөртпелер бастың, шаштың арасына пайда болады. Басқа инфекциялар бұл аймақта бөртпе туғызбайды. Желшешек ауруын қалай емдейміз? Ол симптоматикалық түрде жүзеге асырылады. Температураны төмендетеміз. Парацетамол, ибуфен, ибуклин қолданылады. Бөртпе бриллианты жасыл алкоголь ерітіндісімен немесе калий перманганаты сулы ерітіндісімен өңделеді. Осының ішіне жақсы әсер ететін фукарцилин қолдану арқылы қол жеткізеді. Фукарцилиннің фуксилді қоспасы жоқ дәрілік формалары бар. Бұл ерітіндінің мөлдірлігін қамтамасыз етеді. Ауыр жағдайларда баланы инфекциялық стационарға жатқызады. Ескерту: желшешек ауруы кезінде баланың дене қызуы көтерілсе, оған ешқашанда аспирин дәрісін беруге болмайды. Науқас балаға ең қажетті нәрсе таза ауа мен жарық. Мұндай балаларды шансыз, жел тимейтін тыныш жерде, дені сау балалардан бөлек серуендету қажет. Баланың температурасы төмендеп, бөртпені қайталанып шығуы тоқтағаннан кейін, яғни бұны бөрткендерді қара қотарланған соң серуендеуге шығаруға болады. Серуендету режимін дәрігерлермен келіскен жөн. Сәбиді дұрыс тамақтандыру керек. Температурасы көтерілгенде ол тағамнан бас тартады. Сырқаты асқынған кезде кішкентай балалардың іші өтеді, құсады. Мұндай жағдайда баланы зорлап тамақтандыруға болмайды. 6-12 сағаттан кейін тамақтандырып, сусынды көп ішкізу қажет.
Егер баланың аузы уылып, ол тамақтан бас тартса, оған сұйық немесе жұмсартылып пісірілген қоймалжың тағам жылытып беру керек. Үгітілген көкөніс сорпасы, ботқа, көкөніс пюресі, кесел балаға қышқыл және ащы тағам беруге болмайды. Әсіресе іштің жүруін бақылап отыру керек. Үлкен дәреті жүрмей қалғанда клизма қойып, іші өтсе дәрігер келгенше тамақтандырмай, қайнаған суды немесе суыған шайды көп ішкізу керек. Желшешек шыққан кезде дезинфекция жасамайды. Науқас балаға жатқан бөлмені желдетіп, дымқыл шүберекпен сүртіп алса жеткілікті. Науқаспен жақындасқан 7 жасқа дейінгі баланы 11 күннен 21 күнге дейін оқшаулау керек. Жақын араласқан алғашқы күннен бастап. Желшешектің алдын алу. Инфекциялық кезең кезінде басқа адамдармен байланыста болмауға тырысыңыз. Егер де сізбен байланыста болған адамдарға жұққан болса, олар байланыста болған сәттен бастап 2 апта ішінде тері бөртпелерінің пайда болуын қадағалау керек. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.